біз қазір ненің суретін салып тұрмыз? Жарайсыңдар. Күн бізге әр қашанда аспаннан жер әлеміне нұрын төгіп тұрады екен, иә балалар? Балалар, күнделікті таңертең ұйқыларынан оянған уақытта аналарың қайырлы таң деп сендерге айтады ма? Ендеше біз де келген қонақтарымызға қайырлы таң деп сәлемдесіп алайық, иә балалар? Қайырлы таң, көздерім, ояныңдар. Қайырлы таң, құлағым, ояныңдар. Қайырлы таң, қолдарым, ояныңдар. Қайырлы таң, баршаңа. Қайырлы таң, достарым. Жарайсыңдар балалар, ендеше орнымызға асықпай барып жайғасайық, иә? Балалар, біз өткен ұйымдастырылған оқу қызметімізде қандай тақырыпты өткен біз балалар айтайықшы, қане өткен ұйымдастырылған оқу қызметімізде нені өтті? Қане бәріміз бірге айтайықшы, бірге. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни біз өткен ұйымдастырылған оқу қызметімізде 1-ден 5-ке дейінгі сандарды өткен болатынбыз, иә балалар? Бәріміз 1-ден 5-ке дейін санай аламыз ғой? Жарайсыңдар балалар. Ендеше біз өзіміздің өткен сабағымызды есімізге түсіріп алдық. Ондайша біз, құрметті апайлар, жаңа сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Біздің бүгінгі сабағымыз білім беру саласы таным, ұйымдастырылған оқу қызметі, қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыру, ал сабағымыздың тақырыбы ғажайып математика. Ендеше сабағымызды балалар бастайық, иә? Балалар, жылдың қазір қай мезгілі айтыңдаршы? Ал қыс айында қыста неше ай бар? 3. Онда атап өтейікші балалар 3 айды. Желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қыс мезгілінде 3 ай бар екен. Балалар, ендеше мынау менің қолымдағы тұрған не? Несі мынау? Асық, иә? Бұл асық біздің 4 түлік малдарымыздан алынады екен, иә, бұл асығымыз? Ендеше балалар, менің қолымдағы асық жай асық емес. Бұл алтын сақа. Бұл алтын сақаның ішінде балалар бізге ғажайып сандықшаға баруымыз үшін алтын сақамыздың ішінде бізге тапсырмалар берген. Алдымен біз балалар осының ішіндегі тапсырмаларды орындаймыз, сосын барып ғажайып сандықшаға барады екенбіз, иә? Ендеше мен тапсырманың біреуін алып оқайыншы балалар. Қане ашып көрейін. Бізге берілген бірінші тапсырмамыз 1 саннан 5 санына дейінгі кері және тура санау. Біз өтіп кеттік қой алдыңғы тақырыбымызда, иә? Біз 1-мен 5-ке дейін ендеше санайықшы 1-ден 5-ке дейін кері. Тура және кері. 1, 2, 3, 4, 5. Кері. 1. Ой, жарайсыңдар балалар, біз бірінші тапсырмамызды өте оңай орындадық. Өйткені біз алдыңғы тапсырмада 1-ден 5-ке дейін санап үйренген болатынбыз, иә балалар? Ендеше бізге берілген екінші тапсырмамыз бар екен балалар. Екінші тапсырмамызда балалар айтайын ба сендерге не берілгенін? Дидактикалық ойын. Ойынымыздың аты жоғалған санды тап. Ендеше мен сендердің алдарыңа қазір тапсырмаларды беремін. Ортаға қоямыз балалар. Сандарды қойдым.
бала кішкене тыңдап алайықшы. Енді осы сандардың үстіне мына біздің боялған әдемі асықтарымыздың ішінде сандармен белгіленген асықтар бар екен. Соны тауып мен таратқан сандардың үстіне қоямыз. Көрдіңіздер ме апайлар? Менің балаларым сақаның ішінде берілген екінші тапсырманы өте жақсы орындаған сияқты ма? Айтыңыздаршы апайлар. қойды ғой. Қане? Не қылдық балалар, біз әдемі асықтарымыздың ішінен сандардың үстіне қойып шықтық, иә, асықтарды, иә балалар? Сақаның ішінде бізге берілген үшінші тапсырма бар екен. Енді үшінші тапсырманы мен оқиын. Бізге берілген мынандай әдемі жемістеріміз бар балалар. Жемістердің үстіне мына ыдыстың ішінде тұрған асықтарды, боялған асықтарды қойып, қазір алдарыңа таяқша таратамын. Сол таяқшалар арқылы аз, көп деген ұғымды белгілейміз, иә балалар? Қазір. Мен таратамын балалар, сендер қарайсыңдар, иә? Балалар, қазір барлықтарына таратамын, асықпаймыз балалар. Балалар, біз алдымыздағы ыдыстың ішінде тұрған асықтарды осы берілген әдемі жемістердің үстіне қойып орналастырайықшы. Қане, бірінші. Неше, мына жерде қанша алма бар? Қоямыз. Қане. Қанша жеміс тұр? Қанша жеміс тұр, Аяна? Бір, иә? Сен қоясың, иә? Ендеше мен сенің алдарыңа балаларға таяқша беремін. Осы таяқшалар арқылы біз не істейміз? Аз, көп деген ұғымды белгілейміз, иә? Ернар, қояйықшы. Сенде қанша балың бар? Енді екінші асықталшы. Қоя қой. Көркем. Қанша алмұрт бар? Санайықшы. 1, 2, 3, 4, 5. Ендеше қанша асық қоямыз? 5 асықты қоямыз. Мына таяқшаны қай жағына қаратып қоямыз? 5-ке қаратып қоямыз. Сонда біздің 5 деген санымыз қандай сан болды? 5. Үлкен сан болды, иә, 5 деген. Нұрик, қояқшы. Мына жерде қанша сенде асық тұр? 3, 4. Ал Раянада қанша асық, Раяна? 1 асық, иә? 1 көп пе, 4 көп пе? 4. Енді қалай қаратып қоямыз? Мына таяқшаны. Қояңызшы, Нұрик. 4-ке. Былай қаратып қоямыз, иә? Қарап сұрау. Жанболат, мына жерде қанша шие бар? 3. Ал Көркем, сенде қанша бар? Анау қанша бар? 2. Ендеше 2 көп пе, 3 көп пе? 3. Қай жағына қаратып қоямыз таяқшаны? 3-ке қаратып қоямыз, иә? Жанболат, сен қоя бер. Көркем, Айару көмектесеміз Жанболатқа. Бағдаулет, мына жерде қанша өрік бар? Санаш? Санаймыз. Қанша өрік? Енді қанша асық қоямыз? Қоя асықтарды. Ал Інжу, сенде қанша апельсин бар? Нешеу мына жерде? 1. Біреу. Қанша асық қоямыз? Қанша асық қоямыз?
бір асып қоямыз, иә? Ал сенде қанша жеміс бар мына жерде, Айару? 2. Қаншасы қоямыз? Қоя ғой. Енді Бағдаулет, Інжу, 3 көп пе, 1 көп пе? 3 көп пе, 1 көп пе? 3 көп, е? Мына таяқшаны қай жағына қаратамыз? 1-ге қаратамыз ба, 3-ге қаратамыз ба, Інжу? Айтайықшы. 3 үлкен, 3-ге қаратамыз, Бағдаулет. 3-ге қаратамыз. Бізде 3 өрік. Ал мына жерде 1 апельсин. Сондықтан біз өрікке қаратып қоямыз таяқшамызды, е? Мына жерде. 2. Дауысымызды шығарамыз. 4 өріктің үстіне сен қанша асып қойдың? Қалайша сен 3 асып қоясың? Сенде 4 өріктір. 4 асып қойып тұрсың, е? 1, 2, саят айтамыз. 2, 3, 4. Ал Амина айта ғой, сенде қанша алма бар? 2. Аха, сен қанша асып қойдың? 2 асып қоямыз. Енді бала айтыңдаршы, 3 көп пе, 2 көп пе? Амина, саят. Қайсысы көп, Амина? 2 көп пе, 4 көп пе? 4. Саят айтшы, 2 көп па, әлде 4 көп па? 4 көп, е? Мына таяқшаны қай жағына қаратамыз? Қай жағына қаратамыз? Өрік жағына қарай қоямыз, е? Өйткені 4 бізде көп екен, е? Енді сенде қанша құрма бар мына жерде? Қанша құрма бар? Санаш? 1, 2, 3. Сен қанша асып қойдың? 3 асып қойдың. Ал Зарина, сенде қанша лимон бар? Қанша бар мына жерде? 1. Сен қанша асып қойдың? 1 асып. Енді 3 көп пе, 1 көп пе? Енді қарашы, 3 көп па, 1 көп па, Зарина? 1. Қалай 1 көп? 3 көп па, 1 көп па? 3. Енді таяқшаны қай жағына қаратып қоямыз? 3-ге қаратып қоямыз, е? Сендерге ұнады ма? Өте қызықты. Жоғалған санды тап деген біздің дидактикалық ойынымыз екен, е? Енді балалар, асықтарымызды салайықшы ыдысына. Орнымыздан тұрып, кішкене бойымызды сергітіп алайық. Қане, бәріміз әдемі болып тұра қалайық, е? Бойымызды жазып, сергітіп жасап жіберейік. Қане, бойыңды тік ұста. Емін еркін тыныста. Оң қолыңды соз алға. Қол ұшына қарада. Үш бұрышсыз ауада. Сол қолың босқа тұрмасын. Шеңбер жаса тынбастан. Ой, жарайсыңдар балалар. Кішкене бойымыз сергіп, көңіліміз көтеріліп қалды ма? Айтыңдаршы балалар. Ендеше орнымызға барып, отырайық. Бере қойыңдар. Менің қолымдағы мынау қандай пішіндер? Айтыңдаршы. Мынау біздің геометриялық пішіндеріміз екен, е? Бұл пішіндер бізге таныс па, балалар? Онда ше таныс болса, біз атайықшы бұл пішіндерді. Қандай пішіндер бұлар? Үш бұрыш, е? Ал мынау? Мынау? Шеңбер? Мынау? Ромб, е? Ромб. Ендеше бізге бұл геометриялық пішіндеріміз бізге таныс. Ендеше мына геометриялық пішіндердің ішіне біздің мынандай әдемі қоржынымыздың ішіндегі боялған асықтарымызды алып, мына пішіндердің ішін толтырамыз, е, балалар? Асықтарды бүк жағынан, шүк жағынан әдемі қылып орналастырамыз, балалар.
Yok. Енді бұны астырайық та, енді асықпаймыз. Апай мынау Қазір асықтарды бүк жағынан, шүк жағынан әдемілеп орналастырайықшы мына асықтарымыз, балалар. Қане, қайтып орналастырдық. Енді тұрамыз, енді бұлай тұрамыз. Балалар, біз мынау геометриялық фигуралардың ішін толтырып болдық, я? Нелермен толтырдық біз? Төрт түлік малдың жасалған асықтарынан геометриялық пішіндердің ішін толтырдық, я, балалар? Қандай әдемі асықтар? Жарайсыңдар, балалар. Енді балалар, біз ғажайып сандық бағана сабағымыздың басында айттым ғой, ғажайып сандықшаға бару үшін біз көптеген тапсырмалармен, кедергілерден өткен соң барып ғажайып сандықшаға барады екенбіз, иә, балалар? Сендерге ұйымдастырылған оқу қызметі ұнап жатыр ма, балалар? Зарина, Ернұр. Ендеше менің қолымдағы мынадай әдемі менің қолымдағы не мынау, балалар? Су, иә? Осы судан, яғни мынандай әдемі өткелдерден өтіп, біз ғажайып сандықшаға барады екенбіз. Балалар, осы өткелдің мына қапталына келіп бәріміз тұрайықшы. Бағанадан бері айтылып жатқан геометриялық пішіндеріміз арқылы мынандай әдемі өткелдерден өтіп, ғажайып сандықшаға барады екенбіз, иә? Апай бізіне. Кезекпен қойды. Аяна, мынаны қойып, осыдан өтеміз, өте ғой. Кел, өте ғой. Аяна басы, мына жерге келіп, тұрамыз, Амина. Ана көшке қоямыз. Жерге қоямыз. Өтеміз, мына жерге келіп, тұрамыз. Зарина. Қанша қыздар Ернат, Нурик. Саят. Мына жерге келіп бәріміз тұрамыз. Көркем. Нурик. дұрыстап қой. Әдемілеп қоямыз. Бағдаулет. Аяру. Өтеміз. Інжу. Балалар, енді бәріміз мынандай әдемі өткелдерден өттік. Енді біз неге келдік? Қараңдаршы, балалар. Қандай алдымызда әдемі нені көріп тұрмыз? Біздің алдымыздағы, кәне кішкене ортаға жылжытайық. Кәне балалар, кішкене бұлай жылжып тұрайықшы. Ортаға жылжытай бер. Не жаққа? Біздің қандай фигурамыз, қандай пішініміз біздің алдымыздағы тұрған? Сандықшамыздың пішіні қандай? Төрт бұрыш, иә? Ендеше біз мына алдымызда берілген нелер мыналар? Айтыңдаршы, балалар. Мынау беріп тұрған ненің суреті? Ою қазақтың ұлттық ою өрнектерінің суреті екен, иә? Біздің ою өрнектеріміз қандай пішіндерден жасалған? Айтайықшы, Нурик, Зарина, Ернұр, Амина. Мынау қандай? Кел, алдымызда қараймыз. Мынау қандай? Мынау қандай пішін? Айтайықшы. Үш бұрыш. Ал мынау, Амина? Төрт бұрыш. Мынау астында қандай пішін? Домалақ, яғни бұл біздің шеңбер. Ал оның астында қандай пішін? Ромб екен, иә? Ромб. Балалар, біздің
геометриялық пішіндеріміз ұлттық ою-өрнектермен бейнеленген екен, иә балалар? Ендеше, балалар, біз мына ғажайып сандықшамыздың келесі бетіне қане, бәріміз мына жерге тұрамыз. Бәріміз қане ашамыз, бірінші бері қарай жиналамыз. Мені қасыма келіңдерші балалар, қане. Саят, Амина, Інжу, Аяру. Келеміз, ашылып тұрамыз. Ашамыздың мына бетінде нелер бейнеленген екен, айтыңдаршы. Үй құстары. Қандай үй құстарын көріп тұрсыңдар бұл жерден, балалар? Үй құстарларына ұқсай ма? Бұл біздің 4 түрлік малдарымыз, яғни 4 түрлік. Мынау тұрған қандай төл? Қандай мал? Мынау неге ұқсайды, балалар? Оның қасындағы қозы, иә? Ал мынау тұрған? Мынау нені? Қандай? Ешкі. Оның қасындағы тұрған? Ал мынау не тұрған? Түйе. Қасындағы? Ботақасы, иә? Ал мынау не тұрған? Жылқы. Бұның қасындағы төлі қандай? Құлын, иә? Құлын. Яғни біздің мына жерде ғажайып сандықшамыздың мына бетінде әдемі жазғы кездегі біздің малдарымыздың жайылып жатқан кезі бейнеленген, иә? Енді біздің осы малдарымыздан қандай нәрсе алынған? Айтыңдаршы, мынау тұрған ненің суреті, балалар? Асық. Бағанадан бері айтылып жатқан біздің асығымыз. Ал мынау ортасындағы тұрған асық қандай? Алтын сақа. Қай жағынан тұр бұл? Алшысынан тұр екен, е балалар? 4 түрлі нәрсе бейнеленген, яғни 4-ші, 3-ші несін көрсетейін сендерге, балалар. Тағы тұрған не ол? Ненің? Қандай аспап бұл, балалар? Жетіген, иә? Жетіген біздің қазақтың ұлттық аспабымыз екен, иә? Ұлттық аспабымыздың бізбен көрсетіп тұрып айтамыз. Мынау, кел. Дүйсенбі. Нұрек, айтшы кел. Сейсенбі. Жамболат айта ғой. Сәрсенбі. Ернұр айта ғой. Бейсенбі. Амина. Сен тұрып қарайықшы, қане. Алдымыздағы ненің суреті? Не ол алдымыздағы тұрған қандай зат? Мынау неге ұқсап тұр? Айтыңдаршы. Санамақ, иә? Санамаққа ұқсайды екен, иә? Ендеше біз балалар санамақ білеміз бе? Онда мына санамақты санап тұрып, біз санамақ айтайық. Қанек, санамақ кім біледі? Аяру? Қане, айтайықшы? Наны санап тұрып. Тақпағында айтайық. 1 деген. 1 деген. Қатырақ, даусымызды қатты шығарамыз. Бірге ойнап көрдік, мен бір деген көпбалар бір көкке міндет. Ой, жарайсың. 2. Ернар. Шығамыз, асыр салып ойнаймыз, тамағымызды ішеміз, тәтті ұйқыға батамыз. Бұл күннің қай уақыты? Бала, біз қай кезде тамақ ішеміз? Ойна. Түсте. Яғни бұл күннің қай уақыты екен? Түс уақыты екен, е? Ендеше тағы да бір жұмбақ жастырайын сендерге. Ән салып шырқаймыз, апай сау бол деп, үйімізге тарқаймыз. Бұл күннің қай уақыты? Суретке қарайықшы, балалар, мына жерде. Кеш, яғни жұмбағымыздың жауабы кеш мезгілі, е? Ендеше тағы да жұмбақ жасырайын сендерге, балалар. Түнде жатып ұйықтаймыз, ертеңгіні тыңдаймыз. Бұл қай мезгіл, қай уақыт, балалар? Ұйықтаймыз. Ата айтып тұрғандай, бұл күннің қай уақыты? Ертеңгіні тыңдаймыз. Кешті жаңа айтып кеттік қой, таңертеңді айттық.
түсті айттық, кешкісін айттық. Енді біз ертеңді тыңдап, ұйықтаймыз. Бұл күннің қай уақыты? Қай кезде түнгі киімімізді киіп пижамамызды? Түн уақыты екен, балалар, түн уақыты екен. Ой, жарайсыңдар балалар. Біз әдемі жұмбақтарымыздың жауабын шештік, ендеше орнымызға отырайық бәріміз. Өте сабақ жақсы өтті деген және сабақты түсінбедім деген әдемі смайликтерді таратамын. Шын көңілдеріңізбен, шын ниеттеріңізбен менің көңіліме қарамай, әдемілеп мына смайликтер арқылы көңілдеріңізді білдіресіздер. Қызметі ұнады ма сендерге балалар? Ендеше былай қыламыз, ұнайтын болса, ұнаған болса, егер сендерге оқу қызметі мынандай әдемілімен белгілейміз. Егер ұнамайтын болса сендерге сабағымыз, былай қылып белгілейміз, балалар. Бүгінгі сабағымыз ұнады ма сендерге балалар? Ендеше қалай қыламыз? Ал құрметті тәрбиеші апайлар, сіздерге бүгінгі менің өткен ұйымдастырылған оқу қызметім ұнады ма? Ұнады. Қызметіміз өте жақсы ұнаған екен, барлығымызға. Осымен мен бүгінгі ұйымдастырылған оқу қызметімді, яғни білім беру саламыз, таным ұйымдастырылған оқу қызметіміз, қарапайым математикалық ұйымдарды қалыптастыру тақырыбымыз ғажайып математика деген ұйымдастырылған оқу қызметіміз осымен аяқталды. Тыңдап, көңілдеріңізді бөлгендеріңізге сіздерге көп рахмет.